Сіз күнде жеп жүрген майонез шынымен де зиян ба? Ол тек сэндвичке қосылатын соус емес, кей адамдардың тыныш өмірін бұзып, ауруханаға түсіріп жатқан құбылыс. Иә, бұл асыра айту емес. Соңына дейін тыңдаңыз, көп нәрсе өзгеріп кетуі мүмкін. Майонездің шығу тарихы. Майонез алғаш рет Францияда жасалған. Бастапқыда тек жұмыртқа мен зәйтүн майынан тұратын үй тағамы болған. Бірақ 19 ғасырдан бастап өнеркәсіп өндірісі қосылып, дүкен сөрелерінде арзан, бірақ қауіпті нұсқалары пайда бола бастады. Қазір біз жеп жүрген майонез бұрынғы майонездің тек көлеңкесі ғана. Құрамы неге қауіпті? Қазіргі майонездің құрамын зерттеп көрейік. Пакет сыртындағы жазулар: рапс майы, қант, крахмал, сары су, сірке суы, лимон қышқылы, 330, консервант Е202, дәм күшейткіш 621, эмульгатор 471, синтетикалық бояғыштар сұмдық емес пе? Мұның көпшілігі химиялық жолмен жасалған, ағзаға мүлдем қажетсіз заттар. Мысалы, Е621 тәуелділік тудырады, яғни адам майонезсіз тамақ іше алмай қалады. Е202 бауыр мен бүйрекке салмақ түсіреді. Е471 гормоналдық бұзылыстарға алып келеді. Күнде кішкене ғана жеп жүрмін ғой деп өзімізді жұбатамыз, бірақ ағзада бәрі жиналады. Майонездің салдары. Майонезді күнделікті қолданатын адамдарда қан қысымы жоғарылайды. Семіздік, холестерин, жүрек аурулары жиі кездеседі. Кей әйелдерде тері аурулары, гормондық бұзылыстар, акне пайда болады. Балаларда асқазан ішек бұзылыстары. Майонездің май мөлшері 70-80%. Бұл бір шай қасықта 100 килокалория болуы мүмкін деген сөз. Тағам дәмді болсын деп жейміз, бірақ кейін ауруханаға барып, неге бұлай болды деп таң қаламыз. Майонездің баламасы бар ма? Иә, үй жағдайында майонездің табиғи әрі пайдалы нұсқасын жасауға болады. Мысалы, бір жұмыртқа, 3 ас қасық зәйтүн майы, 1 шай қасық қыша, горчица, лимон шырыны, 1 шымшым тұз. Блендермен араластырып 3 минут ішінде дайын болады. Бұл нағыз майонез, қосымша ешқандай химиясы жоқ. Тағы бір балама натуралды йогурт пен дәмдеуіштерден жасалған қоспа. Бұл тұста денсаулық пен дәм қатар жүре алмайды деген бос сөз. Бәрі адамның таңдауымен еркінде. Қорытындылай келе, майонез дәмді, бірақ денсаулыққа жайлап у болып сіңетін өнім. Егер ұзақ өмір сүріп, ауру сырқаудан аулақ болғыңыз келсе, оны күнделікті рационнан алып тастаңыз. Астың дәмін үйреншікті затпен емес, шынайы пайдалы ингредиенттермен келтіріңіз. Өмірде кішкентай өзгеріс үлкен нәтиже береді. Міне, құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы, оп-оңай ғана әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.